Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі біліп жүріңіз айдарының қонағы поэзия әлеміне танылып жүрген, жас та болса бос болып жүрген Асхат Амангелділеріңіз. Ал Асхат, бауырым, қош келдің. Қош көрдік, керек. Енді мына біздің бағдарламамыздың аты біліп жүріңіз болғандықтан, өзіңізді халық, енді онсыз да біліп жүр ғой қазір желі арқылы. Бірақ енді қай елдің тумасы екенін, елің кім екенін көп біле қоймайды, сондықтан да өзіңді бір таныстырып өтсең. Камераға қарап таныстырайын өзімде. Сәлем баршаңызға, құрметті көрермендер. Мені танымай отқандар бар болса, және Ерекең айтып өтті. Осы Екібастұз қаласының тумасымын, Павлодар облысы, Екібастұз қаласының тумасы. Есімім Асхат, тегім Амангелді, әкемнің аты Өтеген. Екібастұз қаласында оқыдым, 3 жыл оқыдым. Оған дейін мен ауылда оққам, осыдан 60 километр жерде, 60 шақырым жерде Жайылма деген жер бар. Сол ауылда өсіп өндім, 9 сыныпқа шейін оқыдым. Топырағын аунап өстік, әлі де аунап келеміз сол топыраққа. Тамаша, енді мына поэзияны неше жасыңнан өзің оқып жүрсің? Поэзияны Ерекеме іске айтайын. Поэзияны мен кезінде мектеп қабырғасында енді мойындау керек, кезіндегі мұғалімдер өте сондай бір мықты сауатты мұғалімдер болды. Оны мойындау керек. Біздерге сабақ берген кезде әдебиет, қазақ тілі пәндері сондай бір тереңдетілген пән болды да. Соны бізді қинап тұрып оқытатын біздің апайларымыз, ұстаздарымыз. Сол кезде жаңа Махамбеттің жырлары бар, тағы жырлары бар. Ол кездегі әдебиеттегі жырлар білесіз ғой, қаншама, соның бәрін жаттап келу керек. Оны жаттап қоймай, жай ғана айтып қоя салуға болмайды. Оның бәрін нақышына келтіріп айту керек. Келсін, келіспесін, әйтеуір нақышына келіп орындату керек. Сондай мектептен өттік. Содан кейін енді бойымызда сол қазақ тіліне, әдебиетіне деген сондай бір сүйіспеншілік сол кезден қалыптасты мектеп қабырғасынан. Одан кейін мектеп қабырғасында өлеңдер шығарып жүрдім. 8 сыныптарда деп айтайын. 8 сыныптарда өлең шығардым. Ол кезде енді сол кездегі менің деңгейіммен шығардым. Бала кезімдегі. Сол кездегі өлеңдерге қарасам, мен қазір ойлап қарасам, күлкім келеді. Сол кезде сол ұстаздарымыз жаңағы дауыс қою, дикцияны бір сол ұстаздарымыз қойды ма сонда? Айтса, қазіргі кезде өлең оқыған кезде де, мысалы, кейбір бар ғой оқып жүрген талай поэзияшы, бірақ жеткізе алмайды да. Сіздің оқу мәнеріңіз өзі ерекше болып тұр. Сондықтан сұрап оққан себебім сол қай жастан оқып, қандай ұстаздарымыз өзіңе сабақ берді деп оққаным. Одан кейін жаңағы әңгімен желіспен айтып отырайын, сосын Екібастұз қаласында оқыдым. 3 жыл сол колледж қабырғасында оқып жүрген кезде маған ұсыныс келді. Сол колледждің мұғалімінен, әдебиет пәні мұғалімінен, Асхат, сен осындай, сен ауылдың келгенсің, сенің тіл байлығың жақсы, сен осындай, Оралхан Бөкей оқуларына қатысасың деді маған. Ол қайда болады деген кезде, ол Екібастұз қаласында Атамұра мәдениет орталығында болады деген еді. Содан кейін қолыма осындай бір А4 форматтағы 10 беттік нені берді, шығарманы. Ол қазір есімде Қасқыр олған түнде деген шығарма болатын, Оралхан Бөкейдің. Соны қолыма берді, сен бүйт деп айтқан жоқ, жаттап ал деді маған. Енді оны құр жаттап қана қоймай, мен өзімнің жаңа мәнеріме салып оқып көрейін дедім. Кімнен ұяламын? Қазақтың тілі. Содан кейін соны жаттап алдым да Атамұраға келдім. Атамұра мәдениет орталығына келдім. Сол кезде қатысушыларды іріктеп жатыр екен, тыңдап жатыр екен. Сол кезде 7-8 қатысушы болды Оралхан Бөкей оқуларына. Сол кезде Алмагүл Жүгінісова марқұм апайымыз сол кезде сол кісінің алдына шығып, шағын ғана сахнасы бар ғой Атамұраның, соған шығарды дағыны, жаңағы мені тыңдады. Сол кезде тыңдап болғаннан кейін, барлығы кеткеннен кейін мені жеке алып қалды ол кісі. Содан кейін маған айтты, Асхат, сенің даусың маған ұнап қалды. Сен егерде біз Атамұраға неше түрлі іс-шаралар болған кезде соған жүргізуші ретінде, ведущий ретінде шақырса қалай қарайсың, келесің бе деген кезде мен ешқандай ойланған жоқ, секунд ойланған жоқ, мен иә дедім.
содан кейін ол кісі шақырып жүрді, білгенін үйретіп жүрді. Солай сол кезде мен жаңа Оралхан Бөкей оқуларынан Екібастұз қаласында қалалық бойынша бірінші орынға ие болдым. Одан кейін біраз уақыт өткеннен кейін облыстық дейді ғой. Павлодар қаласына бардық. Павлодар қаласынан ойда жоқта ол жақтан да бірінші орын алып келдік. Тамаша. Енді жаңа естуімше біраз осы поэзиямен танылып, желі бойынша танылып жатсың. Сыртқа да басқа қалаларға шақырту алып жатсың. Естуімше Ақтауға ма шақырту алып барып келдіңіз, сол туралы айта кетсеңіз. Енді ол қай кез болды? Ол осы 2020-ның бас жағы январь айында, қаңтар айында болды. Мен шақыртуды негізі 2019-да алдым ғой, шатаспасам. Сол кезде маған звондады, телефонмен хабарласты. Ол кезде мен поэзияларымды интернет желісіне салып, әрбір жерде сол кезде бір 5000 шығар көрерменім бар, оқырманым бар. Солай әйтеуір тарап сол кісілерге жеткен ғой, Ақтаудағы кісілерге. Ол кісілер енді қазақ тілінің жанашырлары хабарласты. Осындай Ақтау қаласында поэзия кеші болады. Соны біз ұйымдастырамыз. Келіп кетсең, жаңағы өзіміз ұйымдастырамыз. Жолын, анасын, мынасын уайымдама, сен тек кел деді. Сол кезде мен хабарласқаннан кейін енді ойланасың ғой, Ақтау алыс жер, өте алыс жер. Бір күнде пойызбен жете салатын нәрсе емес. Содан кейін ойландым, бір 20 минуттай ойланған шығармын. Енді әр жағында иә деген аты тұр ғой ішімде. Бірақ өтірік ойландым мен. 20 минут кідіре тұрдым да, содан кейін хабарластым. Барам деп. Сөйтіп бел будым, Ақтауға ұшып бардық. Астана қаласынан Ақтауға қондық. Содан кейін Ақтау қаласында поэзия кешін өткіздім. Алғашқы. Тамаша. Өзіміздің жерімізде емес, өзге жақта ұлтан болып қайттық сөйтіп. Қандай ақындардың өлеңдерді өзің ұнатып оқысың? Қандай ақындар деген кезде бөліп жармаймын ешқайсысын, Ереке. Тақырып қандай? Өзім мен өлең шығарғаннан кейін, енді әр ақынның өзінің жақсы өлеңдері болады. Халыққа танылатын міндетті түрде бір өлең болады. Егерде ол жақсы сөз жүйесін құрастырып, жаңағы тұшпалы ойын жеткізе алса егерде. Енді мен ең бірінші сізге айтайын, аудио поэзия ретінде, Ереке. Бірінші рет Саят Абенов ағамыздың, ақын ағамыздың шығармасын интернеттен тауып алдым. Интернеттен тауып алдым, ғашық болғым келмейді деген шығармасын тауып алдым. Соны ауылда жүрген кезде соны жаттап жүрдім. Ауылда жұмыс істеп жүрмін өзім. Соны жаттап жүрмін. Сосын бір кезде жаңағы телефонды ашып, өзім бір не көретім, сериал көретім, ешкім білмейді. Турецкий сериалды көргенімді, соның мелодиялары есімде қалып қойған. Өзім мелодия естісем, сондай бір фантазияға кіріп кетемін да. Сосын ойладым, мынаны неге мынаған салып, неге оқымасқа. Осы фоновый мелодияға. Ол енді восточный стиль дейді. Турецкая музыка дейді, фоновая музыка жаңа. Сосын алдымдағыны қалаға келдім. Сосын Екібастұз қаласында звукозапись студия Нұрлан Найман ағамыз, сол кісіге бардым. Нұреке, осындай поэзия жазу керек. Болды, жазайық деді. Сөйтіп оқып шықтым. Содан кейін кешкісінің алдындағына бір видео тауып алдым. Сол жаңағы сериалдың видеосын тауып алдым да Инстаграмға салып жүрмін. Содан кейін өзіме ұнап қалды сол оққан. Сол кезден бастап өз-өзімді кішкене қолға ала бастадым дейсіз ғой? Иә, ол қолға алғанда қалай? Қолға алған кезде, жаңағы видеоны жүктеген кезде, жүктегеннен кейін енді неше түрлі пікірлер айтылады. Енді Инстаграмның қызығы сол ғой, лайк, комментарий, просмотр. Ол кезде
сол қызық болды да. Бірден қолдай кетті негізі, шынымды айтсам. Бірден қолдады, өздеріңіз де соның алғашқыларысыздар, қолдап ақ баталарыңызды берген үлкендеріміз, осы Екібастұз қаласының өнерпаздары. Жаңағы Атамұра мәдениет орталығының басшысы Нұрсұлу Еркебаевна 3 рет тыңдадым деп жазып, әлі есімде. Асхат 3 рет тыңдадым сенің поэзияңды, сен нағыз жаңа өнердің адамысың деген кезде, барлық сөйтіп жазып жатқан кезде шабыттанады екенсің. Сөйтіп бірінші поэзия сөйтіп кетті, сосын артынан қалғандар кетті. Тамаша. Енді бұл шынымен де жаңағына халық оқыған адам өзі жеткізе білсе, халық өзі ұнатып тартып алады екен. Біз енді шынымен де желіден қарап отырамыз, талай енді оқитын поэзия оқып жатқан ұлы қыздарды көріп жатамыз да. Бірақ жеткізе алмай жатады. Бірақ енді өзіңді оқыған кезде қандай адам болсын бір сезімге беріледі екен, бір жағынан жақсы екен да. Сондықтан да енді жаңағы Ақтауға шақырту алып жатсын. Енді болашақта енді өзіміздің қалаға да шығармашылық кешіп беретін шығарсың деп отырмыз. Ойда жоспарда бар ма? Иә, Алла амандық берсе. Бұл менің сол бір мақсатым. Енді дәл қазіргі уақытта білесіздер, ешқандай бір сондай бір мерекелік кеш болсын, қандай кеш болсын, барлығына доступ закрыт. Оның бәріне көрермен керек. Көрерменнің ықыласы ерекше. Енді карантин кезінде онлайн түрінде өткізіп жатыр ғой. Мен оған құп көрмедім ондай нәрсені негізі. Ол бөлек нәрсе, халықтан ықылас бөлек нәрсе. Талай ұсыныстар келді. Асхат, сізбен прямой эфирға шығайық, осындай жақтың біз, осындай телеарнасымыз, солардың жаңағы, неме дейді жаңағы, ұйымдастырушыларымыз, біз сізге сұрақ қоямыз, сіз бізге жауап бересіз, поэзияңызды оқисыз, халыққа сөйтіп поэзия кешін прямой эфир арқылы жеткізейік. Онлайн түрде деген кезде мен бірден жоқ дедім. Себебі ойланатын ештеңесі болған жоқ. Өйткені қазір ойын күлкіге кететін бір сондай жағдай емес. Содан кейін отказ бердім. Ал Екібастұз жерінде ол міндетті түрде беремін, Алла амандығын берсе, ғұмыр беріп жатса. Енді осындай бір белеске жеткеннен кейін, белестің жетегінде жүргеннен кейін, мен оны енді Екібастұз қаласынан өздеріңізден өткеннен кейін міндетті түрде мен беруім керек. Әрине, әрқашан біз енді қолдауға дайынбыз ғой, бірақ енді кешіңде берген кезде енді бірінші кезеңде өзіміз баратын боламыз. Бір енді болашақта енді өнердің нағыз ортасы Алматы деп атады. Алматы, Нұрсұлтан жаққа жоспар жоққа көшуге әлі жассың деген секілді. Алматы, Нұрсұлтан. Мен негізінде Нұрсұлтан қаласына көшіп барған едім. Қыста көшіп бардым. Содан кейін жаңағы індет басталып кетті ғой. Енді үйдегілер уайымдайды, ондай жағдайды. Сосын қайтуға мәжбүр болдық. Жас болып бардық. Біраз қоя тұрайын. Әйтпесе, бармадым емес, мен бардым. Алматыға бардым. Алматы өте әдемі қала. Сондай бір шабыт беретін қала. Және де мен сондай бір жұмыс бабымен бардым да. Өнер саласында, өнердің тақырыбында барып келдім. Өте керемет. Бір күн ғана болдым Алматыда. Бір күнім сол 1000 күнге татитын күн болды. Тамаша. Әйтпесе әр жастың арманы бас қалаға бару, екінші бас қалаға бару, ел көру, жер көру. Дұрыс, енді қазіргі кезде өзің бойдақсың. Үйленуге асығыс жоқ па? Біраз енді жаңа желіден қарап отырмыз, жаңағы соңғы жазған өлеңді қарап отырмыз да, біраз мына кісі менің сенің теніңмін ғой деген секілді қарап отырсақ. Сол туралы не айтасың? Болып тұрады ғой. Үйленуге асығыс жоқ дейсің. Үйленуге асығыс, сондай бір асығыс жоқ менде. Енді әке шеше бар, немере, себебі үйлену деп айтпаймын. Мен үлкенімін ғой керек. Соны айтады. Үйдің үлкенімін. Мен как 18-ге толдым. 18-ден асқаннан кейін бастап, сол кезден бастап ауылға барған сайын менің құлағыма кәдімгідей өзі ақырын білдіртпей жібереді өздері. Столдың басына отырасың, вроде тамақ ішіп отырасың, бір кезде ойланып кетесің. Ана жақтан үйлену керек. Енді үйлен деп айтпайды ғой. Үйленіп қалсаң, сен айт. Ертең аяқ астынан нетіп қалып жүрмесін деген. Соған намек тастап тұр ғой енді. Енді олар енді бұл кісілер немере сүйгісі келеді. Әрине. Келіннің қызығы деген бар. Әрине. Оған өзім де сол кісілерді қуантуға асығам негізі, шынымды айтсам. Бірақ енді қазіргі таңда
көреміз қалай болатын, сабақ дене сәтімен дейді. Дұрыс, енді балаңның да ыстық дейді, немере дейді. Сондықтан да шынымен де әке-шеше өзінің баласының дүниеге келген жаңағы немересін көруге асылады. Бал да тәтті, қант та тәтті дегенмен одан тәтті болады екен немере, одан тәтті болады екен шөбере дей ма қазақта? Қазақ әйтеуір не айтса да қалып айтпайды. Әрине. Енді болашақ жарыңның бойына қандай қасиеттер табылғанын қалайсың? Енді бұл желі болғаннан кейін халықта қаншама жастар бар. Біраз секрет ашайын деп тұрды. Енді қазақ қыздарының бойынан табылатын қасиет болу керек. Мүмкін енді әйтпесе қыз жоқ емес, қазақтың қыздарының барлығы әдемі ғой. Барлығы әдемі. Бірақ бойынан бір талаптар табылса деген ой ғой енді. Енді талап қоя алмаймыз біз ешқандай. Адам өзі қандай жартысын сондай жолықтырады дейді ғой. Өзіміз қандаймыз, өзімізге шапшақ келетін бір ару кездессе екен дейміз. Біріншіден енді имандылығы ғой. Иманы бар адамның бойында бүкіл жақсылық болады. Енді әйел адам деген еркектің қабырғасынан жаратылған ғой, білесіз. Қабырға деген қисық болады. Дұрыс. Оны жаңағы түзету еркектің өзінің қолында. Еркектің міндеті сол. Жақсы, адам бойындағы қандай қасиетті өзің бағалайсың? Адамның бойындағы қасиет. Жаңа айтып жатсың ғой, енді қыздардың болашақ жарының имандылығы деп бастайды. Енді қандай да бір өзінің достарың болсын, жаңағы қандай да бір қасиеттерін бағалап отырасың ғой сондай бір. Жалпы өзімнің жан жағымдағы адамдар, мені қоршаған адамдар, мен араласатын адамдар өте жақсы адамдар. Маған сонымен повезло дейді ғой. Бәрі қайсысын алып қарасам да. Сондай бір жамандық істеп кеткен адам, ана жерде жерге қаратып кеткен адам, сатып кеткен адам деген Құдай сақтасын ондай болған емес. Енді адамның өзім былай көпке жоқпын негізі. Сондай бір қатты көпшіл емеспін. Досқа көп емеспін деп айтқым келген ғой. Өзім бір айналдырған 5-6 досым бар, өмірлік жан достарымыз бар. Сол достарым біргеміз, ал жаңағы қалған адамдар енді өздеріңізбен де, жаңағы тағы да өнердегі азаматтармен де тек қана сондай сыйластық, алыстан сыйласқан дұрыс дейді ғой. Көргенде әйтеуір амандығымыз түзу барлығымен, енді адамның бойындағы қасиеті жаңағы адамға деген сыйластығы ғой. Сыйласқанның қолы бол дейді. Әрине. Сыйласқандармен сыйласып жүрміз. Айналамда ешқандай сондай бір қара ниетті адамдарды мен әлі көрген жоқпын. Сондықтан да өзім қандаймын, айналамдағыларды солай. Тамаша. Енді жаңа өтірік айтатын емес, өзі қала болсын, жаңағы талай әншілермен де біраз адамдармен араласып жүрміз ғой. Өзің араласып жүрсің. Бір-екі бір жақсы нәрсесімен халыққа танылып, көрініп қалса, жұлдыз ауру деген бар. Енді өзің өтірік айтатын емес, поэзиямен біраз жақсы танылып жатсың. Осы андай тоқтама. Әрі қарай осы сәтті пайдаланып, негізгі қазіргі сәтте негізі осы індет басылғаннан кейін кешінде беруген дұрыс деп ойлаймыз. Сол жұлдыз ауруына қалай өзің? Жұлдыз ауруы. Мен сізге былай түсіндірейін. Енді сондай бір көпшілік қалай біртіндеп жиналды ғой. Болады бір күнде жұлдызбен оянатындар болады. Мен енді бұл сәтке былай қарап отырсам, бір жылдан асып кетті. Сол уақыттың көлемінде келе жатыр екен. Сол көрерменді жинап. Мен қазіргі таңда көп деп те айта алмаймын, аз деп те айта алмаймын. Көп деп те айта алмағаным, өйткені әлі менің жасарым көп, әлі де көрермен жинағым келеді деген сөз. Аз деп те айта алмаймын, өйткені қаншама жол жүрілді ол үшін, қаншама еңбек. Әрбір поэзияны ойланып, қандай көрермендерге не ұнайды, соны ойланып, осы күнге шейін әйтеуір көрермендерге жолдап келеміз ғой. Ал енді жаңа қойған сұрағыңызға жауап, менде әрбір адам, өзі танымал адамның бойында ол болады, мендік деген болады. Ол енді жасырып керек емес. Себебі сондай барша көрермендер сені қолдап, анау жақсы көреді,
мынау батасын береді, мынау біз сізді жақсы көреміз, бүйтеміз дегенде адам марқайып қалады ғой. Марқайып қалған кезде енді ар жағынан біреу сөйлейді ғой. Ей, сен мынаған жауап бермей ақ қойшы, қайтесің осыны деген секілді. Енді адамның нәпсісі дей ма, немесе жыны дей ма, білмеймін енді. Сондай бәрібір болады ол ереке. Өзімді ұстадым, қанша жерден танымал болып. Сен бәрі өнеріңмен танылып жатсың, сен адам ретінде ертең қартаясың, қаласың. Ал жұлдыз болып ауру деген жоқ, Құдай сақтасын. Енді Асхат, өзіңе қарасам, сен өзің тұйықсың, иә? Біраз нәрсені, өйткені шын айтқан кезде біраз адамдар енді жақында барласқысы келген кезде, бірақ өзің сен тұйықсың ба, әлде мінезіңіз сондай емес? Әкеге, шешеге кімге өзің тартқансың? Екеуіне де тартқам ғой, екеуіне де ренжітпегем. Мысалы, мен дейді енді айтып жатады, сенің мінезің анаңдікі, ал енді түр сипатың әкеңдікі деп атады, сондықтан да шынымен де қарап отырамын, кейде шынымен де солай секілді. Енді өзіңнің тұйықтылығың шынымен де өзіңнің бойыңда бар ау деймін. Қан ғой, жібермейді ғой. Енді мінез кімге тартқан десеңіз, енді мен жалпы жаңа айттым ғой, көпшіл емеспін, көпке сырымды айта бермеймін. Былай құшақ жайып, ой деп сөйлесіп кету деген менде ондай жоқ. Біртіндеп жебеймін. Жақын адамдарыма мен позитивті адаммын. Ал былай көпшілікте жүрген кезде өзім салмақ ұстаймын, бірақ оны бәрі тұйық деп ойлайды, немесе өзінше деп ойлайды. Мен жігіт болғаннан кейін, енді ер азамат болғаннан кейін салмақтылық деген бойда болу керек қой, қалай да болсын ереке. Сол сұрағыңызға. Жақсы, енді болашақта Асхатты қандай тұлға ретінде тануға болады? Мүмкін енді өзіңнің оқыған мамандығыңды айтып отырсың, бірақ енді одан қарағанда сол қазіргі мына поэзиямен біраз нәрсе қызмет жасап жатсың ғой, шынын айтқан кезде. Біраз жерге шақыртып алып жатырсың. Болашақта енді әлі де жассың ғой, шақыртып алған кезде неге шынын айтқан кезде тоқтамау керек деп ойлаймын. Сондықтан тек алға. Сондықтан да өзің не айтасың енді? Тұлға ретінде мен сізге өзімнің бір басымнан қазіргі өтіп жатқан жағдайымды баяндап берейін. Жаңағы сұрағыңызға содан жетеміз. Жақсы. Енді танылып жатырмыз, Аллаға шүкір. Алладан тіледім осыны шынымен де поэзия шығарсам екен. Мынау сол кезде атақты инстаграмдағы группалар, солардың подписчиктері маған келсе екен. Мен солардың сол дәрежеге жетсем екен, өзімнің поэзиямен бүкіл көрерменді өзіме тартып алсам екен деген менде сондай мақсат болды. Арман мен мақсат сол екеуінің ортасы да. Сол енді инстаграмда ең бірінші рет Мақатаев деген парақша бар, көбіне танымал. Аңғай поэзияларды салады. Мен жақсы оқитын, качествосы жақсы деген поэзияларды салады. Ең бірінші рет сонда мені салған. Сол кезде подпискалар келе бастады. Анау келген кезде бір қарайым 5000 қаралым, одан кейін 10.000 қаралым. Ана енді тез жүріп жатыр да оларда. Енді сондай танымал группалар ғой. Содан кейін маған адамдар қосылып отыр. Күніне бәлең адам қосылады. Мә ойлап қоямын. Қызығып кетесің кәдімгідей. Соның несіне. Одан кейін неше түрлі группаларға тарап кетті. Содан кейін өзімнің ақындық нем бар ғой. Қатты сондай бір ақын деп айтпай ақ қояйын. Шығарам енді. Шабытым келген кезде, өзім шай ішіп отырған кезде шығарам. Бір шығарма шығарым, әке мен ана туралы. Әкенің қадірі, ананың қадірі деген. Сондай бір стол басында отырып шығарылған дүние деген жерінде десем. Соны алып жазып, поэзиясын түсіріп жіберген кезде, ол бүкіл жерге тарап кетті. WhatsApp. Менің бір Торғайдағы бір досым бар. Торғай жері бар ғой. Но сен емес пе деп өзіме айналып келіп тұр ана видео. Сен осында жүрсің, осындай. Бүкіл нелерге салынып жатыр да. Одан кейін бір күні сондай бір қалада жүрмін, сондай бір көңіл күйім жоқ, сол күні бір ештеңе
не получается дейді қалай. Ештеңе үлгермей жүрмін. Сөйтіп жаңағы кешке жақын келдім дағына, машинада отырмын. Бір кезде телефонымды қарап, біреу дайректтен сообщение жіберіпті маған. Соны ашып қараймын, Мақпал Жүнісова деп бірдеңе тұр. Кіріп қараймын. Мақпал Жүнісова апайымыз. Сол менің жаңағы сол шығармамды салып жүрген екен. Өзінің парақшасына. Мен де көрдім. Мен ана жерде жүрегім қуанып кетті да, андай эмоциональный жалғыз өзім білдіре алмадым ештеңені. Сондай мен бәріне сабырмен қараймын да, қай жерге шығып танылып жатсам да, шүкір жаңағыдай таңдайсып кету деген жоқ. Мына жерге шықтым, соның бәріне айту деген жоқ. Енді сұхбат болғаннан кейін айтып отырмын. Соның этаптарын айтып отырмын да. Содан кейін жаңағы неше түрлі шымкентский группаларға шығып, оның бәрінен ел танып, лицо дейді ғой, халық көрді. Сөйтіп танылып, менің бағымды ашқан бір поэзиялардың бірі Ақберген Елгезек ақын ағамыздың «Сені ешкімге бермеймін» деген поэзиясы еді. Мен ол кезде Астанада жүрмін. Сол поэзияны көріп қалдым да, оған байланысты фоновый мелодия тауып алдым. Әлгі қатты ұнап қалды мелодия. Содан кейін студияға барып, Нұрекеңе барып жазғыздым. Видеосын түсірдік. Менің досым Аида Жанбекова сол түсіреді келіп. Екеуміз отырамыз поэзия түсіріп. Сөйтіп оны жүктегеннен кейін жүктедім. Одан кейін мен карантин басталып кетті. Мен ауылға кетіп қалдым. Ауылға кеттім дағына, сол кезде жаңағы поэзия таныла бастады, кәдімгідей обширно дейді, бүкіл жерге тарай бастады. Маған сол кезде ауылда болған кезде менде 13 мың адам болған еді. Бір жарым жұманың ішінде менде 18 мың адам. Қараңыз әр жағында қанша? 5 мың адам. Сол поэзиямен келді. Әлі күнге шейін мен екенін білмейді, сол орындаушы екенін. Сол кейбір жерлерде көріп қалам ба жаңағы айтып жатады, менің үнім шығып жатады. Енді бүкіл жер тарап кеткеннен кейін, хит болып кеткеннен кейін, как будто бір өзінің дүние емес секілді болып қалады да жаңағы. Сөйтіп сондай жаңағы сәтті шыққан дүниелер көрермендерді әлі күнге шейін жинауда. Тамаша. Енді болашаққа айтып жатсың ғой, осы Екібастұзда кеш берсем бе деген ойың бар екен. Енді өзің бір жақсы көретін өлеңдері болса, негізі оқып өткен дұрыс ау деп ойлаймын. Осы бір сәтті пайдаланып. Және де осы сәтті пайдаланып, жаңа айтып жатсың ғой, осындай ұстаздардан сабақ алдым деп. Осы сәтті пайдаланып, осы ұстаздардың есімін атап алғыс айтсаң да артық болмайды деп ойлаймын. Неге десеңіз, қазіргі кезде, дәл қазіргі кезде үлкені болсын, кішісі болсын, осы желі арқылы болсын, YouTube каналы болсын, сол бір-бірін сөйтіп көріп жатыр ғой. Сол сәтті өзіңіздің мүмкіндік бар. Ұстаздарымызға алғысымызды білдіреміз. Ғалымда бас етін, шахтерда бас етін, бізде бас етін сол ауылымыздан тілеп ұшқан. Кездегі бізге үйреткен, барын үйреткен. Сол кездегі әдебиет пәнінің мұғалімі біздерде Гүлсара апай болатын. Гүлсара апайымызға сәлем жолдаймын. Содан кейін Нәзерке апайымыз бар. Ол кісілерге де сәлем жолдаймын. Алғыс білдіремін дейсің. Алғыс білдіремін, иә. Жақсы. Ал енді өзің жаңа айтып отқан қандай өзіңнің авторлық өлеңіңіз тіпті жақсы болар еді. Авторлық дейсіз бе? Енді жаңа айтып жатсың ғой, шабыт келгенде әрине енді ақынмын деп айтуға әлі ерте деп отырсың. Бірақ енді шабыт келген кезде шығарып оқыған өлеңің халықтың жүрегінен орын алып тарап жатса, бұл бір жағынан жеткізе білгенің ғой. Және енді Мақпал апайдың мен өзімнің парақшасынан көрдім. Тамаша. Көрген кезде шынымен де өзімді қуандым. Өзіңнің өлеңіңді тамаша осындай бейнебаянға салып, өзіңнің өлеңді қойған кезде қуанып мақтандық шынымен. Сондықтан да енді бір өлеңді оқуға болады. Оқу керек. Қандай өзіңді ұнатып оқитын? Негізінде жаңа өлең көп қой, осындай біреу сұрап жатқан кезде не оқырыңды білмей қаларсың. Қазір сөздерін ұмытып қалуы мүмкін. Жоқ, ештеңе етпейді. Негізі ұялы телефоннан қарап та оқуға болады. Қазір енді 21-ші ғасыр ғой, сөзін ұмытып қалыпты деп кететін емес. Оқып берейін, Мұқағали атамыздың дейік.
өмір жайлы. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні. Тыясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Болмағандай, сүрмегендей сенде біз, әй кетеміз, кетеміз ау пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті біз кетеміз, кету үшін келгенбіз. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір дейтін ұлы бекет жолдағы. Қаның суып қаталаған кезіңде, сусыныңды қандырсаң бір болғаны деп жырлаған екен. Шіркін. Енді өзің болашақта шәкірт тәрбиелеуге қалай қарайсың? Әлде біраз кешімде берейін? Мен енді сондай бір жыл болды ғой осымен айналып жүргеніме. Жоқ, енді қазіргі жастар үлгі тұтып жатыр ғой өзіңді. Жаңағы оқу манерің бар, дикцияң бар деген секілді. Маған, мен білмеймін, шынымды айтсам, маған ерте деп ойлаймын. Жаңағы үлгі тұтқан кезде, жаңағы Қазақстанмен ғана шектеліп қалмаған екен. Мен көршілес елдерде Ресейден қандастарымыз. Қырғызстаннан дейсің бе? Қырғызстан бар, Қытайдан қандастарымыз, Қарақалпақстан, Өзбекстан, солардан маған жазып жатады. Енді қандастарымыз жарайды, енді ол кісілер түсінеді ғой, ал Қырғызстан, жаңағы Өзбекстан, Қарақалпақстан, олардың тілдері басқа ғой. Ол кісілер қызығады екен да біздің қазақтың тіліне. Қазақтың тіліне қызығады ол кісілер. Жаңағы қазақтың тілі түркі тілдес тілдердің ішіндегі ең көркемі дейді ғой. Шынымен де бұл сөз сол жерден жаңағы айқын дәлелі. Қырғыз бауырларымыз қызығып жатады менің оқығаныма, түсініп те жатады. Ал бізге олардың тілдер бір түрлі, және де бізге қызықсыз болып көрінеді, шынымен де. Ал олардың және де олар еліктейді екен де. Еліктеп, маған ұқсағысы келетіндер бар. Біздің Қазақстанда бауырларымыз, қарындастарымыз бар. Сізге ұқсағымыз келеді, ағай деген секілді әңгімелер айтады да. Мен айтамын, маған қалай ұқсайсыңдар, сендер қыз емессіңдер ме? Сіздер жаңағы поэзияны жақсы оқитын қыздардан үйреніңіздер. Мен сізге ұл басыммен қыз балаға түсіндіре алмаймын. Әлде өзімнің тәжірибе алу керек өзіме, әлде сол процесстемін деуге болады. Енді сендердің жақсыларың дейді, жұртқа пайдаларың тигендері дей ма? Мен осы нәрсемен өзіммен негізі іштей өзіммен мақтанамын негізі, шынымды айтсам. Әлі жұмыс жасап келемін дейсің ғой? Иә, себебі мақтанатын себебім қазақтың тіліне деген қосып жатқан үлесім үшін өз-өзім риза боламын кейде. Себебі мен қазіргі жаста енді 21 жастамын ғой. Маған еліктеушілер пайда болды. Маған ұқсап оқығысы келетіндер бар. Енді соған мен риза боламын да. Сол 21 жас әлі негізі уақыт бар. Шынымен де жоспар бар екен. Бірақ енді өзіңе ақ жол деймін. Сондықтан да тек биік белестерді бағындыруға әрқашан дайын бол дейміз. Басы ғана ғой ерекше. Сондықтан да індетті енді тоқтап қалуға болмайды. Қазір желі бар, осы арқылы таныла бер. Енді өзіңе ақ жол тілейміз. Бұл енді сұхбат біліп жүріңіз болғандықтан халыққа деген өзіңнің тілегің болса айта өтуге болады. Құрметті көрермендер, құрметті қазақ әдебиетінің жанашырлары дейік пе. Ертең достарыма айтамын, көріңдер, мен сұхбат бердім деп. Дұрыс. Баршаларыңызға сәлем, көріп отқандарыңызға рахмет. Менімен болғандарыңызға рахмет. Мен сондай бір белеске шығарып, енді халықтың арқасы барлығы. Өшіретін де сол кісілер. Шынымды айтсам, осындай аз уақыттың ішінде осындай көрермен жинаған мен де маңдайымның бағы беселі. Қуанам. Көрермендерге рахметімді айтам. Менің тыңдармандарыма рахметімді айтам. Еліктеушілеріме де рахметімді айтам. Бір жолдайтыным, қазақ тілін жақсы көрген адамдар
поэзия оқығысы келетін адамдар өздеріңіздің сара жолдарыңызды қалыптастыруларыңызды тілеймін. Әр адам өзі жеке тұлға болғаннан кейін өзінің жолын тапса, ол нұр үстіне нұр ғой. Сол секілді мен мысалға ешкімге еліктеген жоқпын. Маған ешкім бұлай оқы деп үйреткен емес. Адамның өз бойында сондай бір жатқан нәрсе болады екен. Сол сіздердің де бойларыңызда сондай бір жатқан дарын болса, соны дамытыңыздар. Өте тамаша, әдемі сұхбат. Неге десең, бұл сұхбат жаңағы ғашық болды да, жаңағы өзіңнің бар сырыңды айтып отырсың. Шынымен амандық болса алдағы уақытта енді жақсы жаңалықпен бөлісуге күтеміз өзің. Әумин. Рахмет. Соған жетейік. Бұл біліп жүріңіз айдар болғандықтан бұл жерде халық өзіңді әрі қарай танып жүрсін. Әумин. Біліп жүріңіздер айдары Ербол Ақаев ағамыздың каналына жазыңыздар. Рахмет. Кездескенше.